Жаңа айтқаным бойынша келесі бізде 11-ші лекция рекурсия, Фибоначчи және факториал бойынша тақырып түсіндіретін боламын. Алдымен бізде рекурсивті функция дегеніміз не? Рекурсивті функциялар функция орындалу барысында өзін өзі шақыратын, яғни өзін өзі орындайтын функциялар. Мұндай функциялар әртүрлі тапсырмаларда жиі қолданылады. Ең қарапайым мысал, егер біз бір папканың ішінен қандай да бір файлды немесе қандай да бір папканы іздейтін болсақ, біз алдымен сол папканың ішіндегі барлық файлдарды, папкаларды қарап шығамыз. Одан кейін оның барлық ішкі папкаларын қараймыз. Яғни орысша айтқан кезде под папки. Яғни егерде мен мына папканы ашатын болсам, осы жерде мен lab1 деген бір файлды іздейтін болсам, ол алдымен осы папканың ішіндегі бүкіл содержимойны қарастырады. Егер ол жерден кездестірмесе, алдымен мына папканың ішіне кіреді. Мына жерден кездестірмейді, одан кейін мына папканың ішіне кіреді. Одан кейін мына жерде жоқ болса, келесі папканың ішіне кіреді, осылайша іздеп отырады. Мына жерде жоқ артқа қайтады, сосын мынаның ішіне кіреді, қайттан артқа қайтады, қайттан мынаның ішіне кіреді, осылайша жүріп өтеді. Яғни мысалы lab1 деп мына жердегі мына бір файлды кездестіреді. Шамамен осындай процесс бізде рекурсиялық әдіс. Рекурсивті функция бірдей әрекеттер тізбегін орындау керек болғанда қажет болады. Әрекеттер тізбегі неше рет орындалу қажет екендігі белгісіз болған кезде, немесе мүмкін емес болған кезде рекурсивтілік орындалу арқылы сипаттауға болады. Мысалы, біз n-нен 1-ге дейінгі сандар тізбегін кеңейтумен осы рекурсивті әдіс бойынша шығарып көрейік. Алдымен void типіндегі бір процедураны шығарам. Одан кейін example деп атауын атайық. Мысалы, int n, яғни бізде бір параметр бар. Кейін менде егер менің саным 1-ге немесе менің саным 1-ден үлкен немесе 1-ге тең болса, мен сол n-ді шығаруым қажет. Яғни cout n-ді шығарамыз. Одан кейін бір пробел қалдырайық. Осыдан кейін мен example деп, міне қарайық, мен өз функцияның атауын жазып жатырмын. Оған мен n-1 деген өрнек берем. Яғни n-1 деген аргументті беріп жатырмын. Қазір толығырақ түсіндіретін боламын. Енді осы жерде мен мына example деген процедураны шақырайын, яғни орындайын. Example, мысалы біз 5 деген санды берейік. Программаны іске асырамыз. Міне бізде программа 5, 4, 3, 2, 1 деген нәтиже шығарды. Егерде мына жерде 7 деп ауыстыратын болсақ, онда біз 7-ден бастап 1-ге дейін сандарды кемеретімен шығарамыз. Программа қалай жұмыс істеп отыр? Мына жерде, яғни 13-ші жолда бізде мына процедура шақырылып жатыр, яғни орындалып жатыр. Мына процедураға аргумент бізде 7 деген мән беріліп тұр. Параметрге бізде 7 деген сан енгізіледі. Одан кейін if шарты тексеріледі. Егер біздің санымыз 1-ден үлкен немесе 1-ге тең болса, онда n-ді шығарады. Яғни бізде міне 7 деген сан шықты. Одан кейін example деп мен осы процедура, яғни функцияның өзін шақырып тұрмын. Яғни байқасақ, мына функция ол өзін орындап жатыр. Және аргумент ретінде мен оған n-1 деген мәнді беріп тұрмын. Яғни 6-ны беріп тұрмын. Уже бізде осы процедура былай жоғарыға қарай қайттан айналады. Былайша айтқан кезде бізде цикл орындалған сияқты болып тұр. Уже бізде мына жерде параметр 6-ға тең. 6 бізде 1-ден үлкен деген шартқа true'да қайтарады. Одан кейін cout 6-ны шығарады. Келесі example n-1-де бізде 5 болады. Мына жерде уже бізде 5 деген мән. 5 бізде 1-ден үлкен. Яғни мына шарт ақиқат болады, орындалады. Одан кейін 5-ті шығарады. Міне 5 шығып тұр. Және example, яғни функция өзін қайттан шақырып жатыр. Уже бізде 4 деген параметр беріледі. Программа осылайша 1-ге дейін орындалады. Және 1-1-ге тең. Міне 1-ді шығарады. Программа қайтадан example'ды шақырған кезде 1-ден 1-ді азайтады. Яғни мына жерде бізде 0-ге тең болады. Келесіде уже функцияның параметрі 0-ге тең. Бізде уже 0 1-ден үлкен немесе 1-ге тең деген шартқа жауап бермейді. Яғни мына жер бізде false болады. Болды. Осымен біздің мына example деген функциямыздың жұмысы тоқтайды. Және мына жерде орындалу ретін былай түсінікті етіп жаздым. Бірінші орындалған кезде бізде 5 экранға шығады. 5-1 деген аргумент қайттан осы функцияға барады. Одан кейін бізде 5-4 шығады. 4-1 деген функцияның аргументі болып мына жерге келіп тұр. Кейін қайтадан 5-4-3 шығады. Осылайша бізде 1-ге дейін жалғасады. Осы орайда рекурсия мен цикл өте ұқсас деп айтуға болады.
Өйткені екеуі де әрекетті бірнеше рет қайталауға мүмкіндік беріп отыр. Алайда цикл ішінде функция шақырылмайды, тек қана әртүрлі шарттарға байланысты операторлар тізбегін қайталап орындайды. Енді осы тапсырманы циклмен орындау қажет. Алдымен студенттер видеоны паузаға қойып сендер өздерің мына жерге код жазып орындаңдар, одан кейін менің жазған кодыммен тексеріп көріңдер. Мына жерде мен циклдың көмегімен n-нен бастап 1-ге дейінгі сандарды кем ретімен шығарып тұрмын. Егер де сендердің жазған кодтарың осындай болса, онда дұрыс. Немесе while арқылы да жазуға болады. Рекурсияның артықшылықтары мен кемшіліктері. Кез келген рекурсивті функцияны цикл түрінде сипаттауға болады. Осылайша бізде теориялық тұрғыда рекурсияларды кодта мүлдем қолданбастан жазуға болады. Яғни кодты рекурсиясыз жазуға болады. Дегенмен бізде рекурсияның циклдарға қарағанда қандай да бір артықшылықтары бар. Келесі кестеде соны қарастырғанбыз. Көбінесе рекурсиялық код цикл кодына қарағанда қысқа және қарапайым жазылады. Бұл оны жазуды және басқа программисттардың түсінуін жеңілдетеді. Код қысқа болғандықтан рекурсия орындалуы цикл кодының орындалуына қарағанда салыстырмалы жылдам орындалады. Және де рекурсиямен сипатталған алгоритмдер әлдеқайда қарапайым. Енді кемшіліктеріне тоқтайтын болсақ, жадты, яғни компьютердің оперативті жадысын толтыра алады. Рекурсия әрбір шақыру кезінде арнайы стекке қосылады. Ол көп шақырылса, яғни біздің программамыздың жадына кері әсерін тигізеді. Біздің программамыз жадыны толтырады, одан кейін программаның тоқтауына немесе программаның қандай да бір қате шығаруына алып келеді. Егер шығу шарты жазылмаса, рекурсия шексіз орындалады. Бұл жағдайда бізде программаны мәжбүрлеп аяқтауға тура келеді. Рекурсиямен жұмыс істеген кезде рекурсияны тоқтатудың маңызы өте жоғары. Рекурсияның мәні ешқашан аяқталмай шексіз өзін-өзі шақыра алады. Сондықтан біз оны тоқтатуымыз қажет. Осы мақсатта рекурсиядан шығуды тексеретін шарт жазу қажет. Мысалы, жаңағы мен жазған мына есепте, яғни біз n-нен бастап 1-ге дейінгі сандарды шығарған кезде, біз мына жерде n-нің 1-ге тең болғанын тексеріп тұрмыз. Және осы шарт рекурсиядан шығуды орындайды. Егер бізде мына шарт болмаса, немесе біздің мына шартымыз example n-1-ден кейін орындалатын болса, біздің мына рекурсия шексіз орындалады. Себебі біздің санымыз мысалы 3 деген параметр берсек 3, одан кейін 2-ні береді, келесіде 1-ді береді, келесі рекурсияда уже 0-ді береді, одан кейінгі рекурсия -1, -2, -3 деп кете береді, яғни минус шексіздікке дейін. Біздің программа ешқашан тоқтамайды. Рекурсияны тоқтату үшін біз алдымен функцияны қайта шақырғанға дейін рекурсиядан шығу шартын жазуымыз қажет. Әйтпесе біздің шарт тексерілмей рекурсия шақырылып кететін болады. Және де сонымен қатар шартқа қол жеткізгендікке біз көз жеткізуіміз керек. Біз сенімді, яғни уверен болуымыз керек, что біздің рекурсиямыз арқылы біз шартқа қол жеткізе алатынымызға. Мысалы, мына рекурсияның орындалу барысында n-1 аргументін мына функцияға енгізу арқылы мен мына шартқа дейін қол жеткізе алатыныма сендімін. Себебі қандай да бір моментте біздің санымыз 1-ге азая отырып, біздің санымыз 1-ге тең болады. Рекурсияны қай кезде қолдануға болады? Рекурсия келесі мақсаттарда жолдағы, яғни строкадағы белгілі бір таңбалардың санын есептеу барысында, санның қандай да бір қасиетін анықтау кезінде, қарапайым сан немесе жұп, тақ сан, тағы да басқа, бірнеше сандардың көбейтіндісін, дәрежесін, факториалын есептеу кезінде, тізімнің ұзындығын табу кезінде және басқа да алгоритм есептеріне рекурсияны қолданған ыңғайлы. Енді рекурсия тақырыбында біз санның факториалын қарастырайық. Санның факториалы дегеніміз не? Бізге қандай да бір санның факториалын табу керек болса, біз 1-ден бастап сол санға дейінгі сандардың бір-біріне көбейтіндісін шығаруымыз керек. Осы есепті рекурсия арқылы шығару ыңғайлы. Енді былай, мысалы бізге тапсырма беріледі. Мысалы факториал 4-ті шақырған кезде бізде факториал 3 пен 2-нің көбейтіндісін қайтару қажет. Ал факториал 3-ті шақырған кезде ол факториал 2, яғни 2 мен 1-дің көбейтіндісін қайтару қажет. Факториал 2-ні шақырған кезде бізде факториал 1 мен 1-дің көбейтіндісін қайтару қажет. Ал факториал 1 ол бізде 1-ді қайтарады. Енді осы санның факториалы есебін рекурсия арқылы шығарып көрейік.
Функцияның типі int болады, себебі бүтін санды қайтару қажет. Одан кейін функцияға атау береміз. Мысалы, факт. Оның бір параметр бар, өзіне қандайдыр бүтін мәнді n-ді қабылдайды. Енді бізде шарт бар. Егер біздің n 1-ге тең болса, ол бізде 1-ді қайтару қажет. Яғни рекурсиядан шығуды, яғни рекурсиядан тоқтатуды бізде if n тең 1 деген шарт орындайды. Егер бізде n 1-ге тең болса, бізде return 1-ді қайтарады, осымен тоқтайды. Ал егер де бізде санымыз 1-ден үлкен болса, яғни мына шартқа тең болмаса, онда return n көбейтілген факториал, яғни функция өзін шақырады, n-1. Енді біз мына функцияны, яғни рекурсияны тексеріп көрейік. Мысалы, менде бір айнымал бар, int a тең болады 5-ке, және cout бізде былай. Мына жерде текст шығады, және cout, яғни консольға шығарады, факт аның нәтижесі. Яғни аның мәні бізде 5-ке тең. Біз 5-дің факториалын шақырып жатырмыз. Программаны орындаймыз. Міне, a санының, яғни 5-дің факториалы ол бізде 120-ға тең. Біз санның факториалын анықтайтын рекурсиялық функцияны орындадық. Енді студенттер сендерге тапсырма, Fibonacci тізбегін сендер өздерің орындаңдар. Интернеттен іздемесен GPT қолданбастан мына суретке қарап отырып өздерің шығаруға тырысып көріңдер. Стегі немесе шақырулар стегі, ағылшынша call стег, негізі келесі курста алгоритм және деректер құрылымы курсында толығырақ өтетін боласыңдар. Қазірге мен кішкене түсінік қалыптастырайын. Функция стегі дегеніміз бағдарламадағы функциялардың орындалуын басқару үшін қолданылатын жады аймағы. Яғни кез келген программада қандайда бір функция жұмыс істеген кезде бізде компьютердің жадысын пайдаланады. Функция стегі функцияларды шақыруда, соның ішінде рекурсивті шақыруда өте маңызды рөл атқарады. Программа функция шақырған кезде, яғни функцияны орындаған кезде, функция стегіне стег кадрын қосады. Стег кадры deyip отырғанымыз, ол бізде қандайда бір жаңа блок. Және ол блоктың ішінде қайтару адресі, өткен лекцияда түсіндіріп өткенмін. Яғни функция аяқталғаннан кейін қайтару керек орынды көрсетеді. Функцияның локальды айнымалылары өзінде болады, және функция параметрлері болады. Функция аяқталғаннан кейін оның кадры стектен жойылады, және программаның орындалуы ағымдағы функцияға қайтарылады. Бұл жерде алдымен стектің ерекшелігі туралы айтып кетейін. Стектің келесідей ерекшеліктерін атап өтуге болады. Алдымен орындалу реті. Стек бізде LIFO принципі бойынша жұмыс істейді. Ол бізде соңғы кіру, бірінші шығу, немесе ағылшынша last input, first output. Соңғы қосылған функция бірінші аяқталады. Міне мына суретте жақсы келтірген. Бізде стек пустой болады алдымен. Одан кейін оған қандайда бір бірінші номерлі функция қосылады, кейін екінші номерлі функция қосылады, және үшінші номерлі функция қосылады. Енді осы функциялардың орындалу реті алдымен 3 орындалады, одан кейін 2, одан кейін бірінші функция. Жадты шектеу. Стек көлемі шектеулі. Егер функция өзін тым көп шақыра беретін болса, мысалы шексіз рекурсияда, бізде стек толып кетеді. Деректердің локализациясы. Функцияның локальды айнымалылары мен параметрлері оның кадр стекте болған кезде ғана өмір сүреді. Кадр стектен өшкеннен кейін, яғни функция орындалу біткен соң, біздің локальды айнымалылар мен параметрлердің барлығы жойылады. Бағдарламаның орындалу барысы мен шақырулар стегін келесі мысалда түсіндіруге болады. Алдымен бізде қандайда бір void типіндегі функция болсын. Оның атын мен function a деп жазайын. Оның ешқандай параметрі жоқ, және ол бізде экранға тек қана келесі ақпарат шығарады. Енді келесі процедура бар бізде. Ол function b, және ода да ешқандай параметр жоқ. Ол бізде келесі ақпаратты экранға шығарады, яғни консольға running function b. Кейін мен осы процедураның
ішінде, яғни функцияның ішінде мен function a деген функцияны шақырайын. Енді программа мына жерде орындалсын. Яғни int main-ның ішінде алдымен бір ақпарат шықсын. Main функциясы басталды деп көрсетіп тұр. Программаның негізгі функциясы. Одан кейін мен function b-ді орындаймын. Кейін қайтадан бізде main functionның аяқталғанын шығаратын cout орындалсын. Программаны орындайын. Бізде программа келесі ретпен орындалады. Программа жоғарыдан төмен қарай орындалады. Бізде мына екі функцияны көреді. Одан кейін бірінші болып int main-ді орындайды. Алдымен мына ақпарат экранға шығып тұр. Міне. Кейін біз function b деп, яғни мына функцияны біз шақырып тұрмыз. Мына жерде бізде алдымен мына жол консольға шықты. Міне экранға шықты. Кейін менде function a-ны шақырып тұр. Яғни бізде мынаны орындайды. Экранға function a шығады. Кейін бізде function a аяқталады. Біздің стек, яғни функцияның орындалу стегі function b-ға қайтып келеді. Function b тоқтағаннан кейін бізде қайттан main-ға келеді. Main-да ending main деген мына оператор орындалады. Толық мен мына жерде түсіндіріп жазып өткенмін. Осы жерде қарап оқимыз, және осы мысал бойынша, және мына мысалға қарап, басқа да өзіміз есеп шығарып көрейік. Осы есептің визуалды картинка түрінде көрсеткен мына бір сурет бар.